Ассалаумағалейкум оқырмандар, осындай керемет салат дайындаған болатын. Бұл салатты түскі асқа, кешкі асқа бірге ұсынсаңыздар керемет болады. Дәмі өте күшті болып шығады, жасап көріңіздер. Және де менің контентімнің, қазақша контенттің өрлеп өсуіне өздеріңіздің үлестеріңізді қосам десеңіздер, лайк басып, комментарий жазып, және де видеоны толықтай қарауды ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет. Енді салатымызды жасауға кірісейік. Салатымыздың құрамына суда піскен тауық еті, қызанақ, қияр және де салат жапырақтары, одан кейін суда піскен жұмыртқа қажет болады. Кез келген шұңғыл ыдысымызға құрамдарды салатын боламыз. Бізге қызанақ, қияр, тауық еті, жұмыртқа және де салат жапырақтарын салып, майонез салып, тұз салып, дәміне қарай жақсылап араластыратын боламыз. Салатымыз дайын болды. Міне тез дайындалады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Алда уақытта көптеген видеолар шығаратын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ассалаумағалейкум.